Gördük қазақ елі. Біз бүгін мынау қазақтың салт дәстүрі ет асату. Етті қалай асатады? Еттің қасына құйрықты қойып, мынау өздеріңіз көріп тұрсыздар, құйрық, ет, мына жерде мынау қарта, жылқының қартасы асылып жатыр бұрқылдап. Қандай керемет тамаша. Қазақтың қазаны оттан түспесін. Сонан соң бауыр, құйрық асату. Және тағы басқа қазақтың кәделері бар. Осы кәделерді мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Қазіргі заманда осылай асататын болған құйрық бауырды енді қазір бұрынғыдай адамдар көп асап жей алмайды ғой. Мен сол бұрынғы ата-бабаларымыз ет асату қалай асатқан, мен соны сіздерге қазір көрсететін боламын. Етті қалай асау керек екенін. Алдарыңызда мына жерде қарта, жал-жая, мына енді мен асау керек екенін қалай қазір сіздерге көрсетемін. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бір қолы қазіргі біздің екі қолымызбен бірдей болған ғой. Енді мен шама-шарқым келгенше көрсетемін қалай асататын. Міне осылай әкеліп видеоны әдейіге тоқтатып көрсетіп тұрмын, қалай асау керек екенін ауызға салып. Міне. Міне қымбатты біздің арнаның тыңдармандары, құйрықты осылай асайды. Және қазір бір мәрте асап сіздерге көрсетемін. Міне құйрық. Осы білемдей құйрықты асап жеп қою керек. Сонда адамның денсаулығы мықты болады. Мынау құйрық бауыр асату деген. Енді қазір мынандай кішкентай бұл енді адамдар қазір көбіне енді көп тамақ жей алмайды ғой. Көп тамақ жей алмайды, көп тамақ жеп жұмыс істемейді бұрынғыдай. Бұрын ата-бабаларымыз көп тамақ жеп, көп жұмыс жасаған. Ал енді және осы жерде бір айта кететін тағы да кәде жөнінде. Ол кәде мысалы мынау малдың сойып мойын омыртқасына келгенде оны үйдің иесіне қалдырған. Мықты болсын, үйін шіркеулік айландырсын деген тілекпенен ол үйдің иесіне қазаннан піскенде шығарып алып басқа ыдысқа сақ болған. Екінші мәселе, мынау асауға келген кезде үйдің иесі келмей бала-шағасы жемеген. Мысалы аң патшасы арыстан, мына сайын даланың жыртқышы қасқырларда аңды қуып ұстаған кезінде аталық келмей, аталық бірінші жемей, басқалары жемейді. Сол сұқылды, бұл да үлкенді сыйласын, үлкенге құрмет, әкесіне құрмет деген бұл белгі болса керек, әкесі келмей бастамаған. Және тағы кәделер көп. Енді ол кәденің бәрін бүгінгі видеода айтып жатсам онша қызық болмай кетер. Мен енді бір-екеуін және айта кетейін. Мысалға ауылға мықты палуан кісі келсе, не болмаса арқалы ақындар келіп жатса, осындай мал сойдырып, осылай ет асатып, осындай қызмет, құрмет қылған. Бұл ет асу деген бұрыннан келе жатқан біздің салт дәстүріміз. Кәде деп те айтсақ болады, ырым деп те айтсақ болады. Осылай жасалуы керек. Мынау құйрық жаңалдарыңызда көрсеттім ғой. Асап, енді осы құйрықты қалай жеу керек екенін. Мынау көп адамдар ойбай құйрық жесе ондай болады екен. Құйрық жесе ол ешқандай ештеңе болмайды. Құйрықты жартылап жегеннен кейін жатып қалмау керек. Сыртқа шығып, тыныстап таза жолменен жүру керек, бойға сіңдіру керек. Бұл құйрық өте мықты. Мынау көп шетелдің мамандары осы құйрық жеген адамның мынау ковид, қырғын ауру болды ғой, ковидке шалдықпайтындығын дәлелдеген. Мына қойдың еті ауыр дей береміз ғой. Мен өзім сол тура осы ковид болып жатқан кезде бір үлкен қойды сойып алып, осы қойдың 10 килодан аса құйрық берді. Соны мен жеп ковидтен аман-есен шықтым. Міне қазір бұны қалай асау керек екенін көрсетемін сіздерге. Бұның ешқандай несі жоқ. Адамның жүрегі, денсаулығы мықты болғанда ас адамның арқауы ғой.
жеу керек етті. Бірақ жегеннен кейін оны сіңдіріп, физикалық дейді ғой, жүру керек жоқ дегенде. Не болмаса спортпен шұғылдану керек. Ал енді кеттік. Міне, қымбатты тыңдармандар, ет асату деген осылай болады. Мысалға, етті үлкен қария, өзі жас жігіттерге, жалында өсіп келе жатқан жігіттерге асатады, жаңа мен жегендей қылып асайды. Сонан соң қазақтың тағы да үрдіс, салт, дәстүр, керемет тамаша ғой. Тамақты жеп болғаннан кейін, ас ауқаттан кейін міне осындай қалдық қалады. Сорпасының майы, жаңағы қартаның майы, құйрықтың майы деген, осыны арымдап, түбіне дейін жалап жеп қояды. Ол неліктен осыны жеген адамның 40-тың бірі қыдыр деген сөз. Міне, бұлай алып, міне, маны қолменен ақ келіп, міне, неге үйіп, міне, өстіп жеп қояды. Ал қазақ елі әр уақытта дастархандарыңыз тола ет болсын, қазғырта жан жая болсын, қазақтың байлығы ортаймасын. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.